Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армағазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Алдағы 2 күнге арналған ауа райы болжамы. Синоптиктер 9-11 қыркүйек аралығындағы ауа райы қандай болатындығын айтты деп хабарлайды улусмедиа.кз. Алдағы күндері республиканың басым бөлігінде ауа райына байланысты циклон менен оның байланысты атмосфералық фронталды айқындайды. Жекеленген өңірлерде жаңбыр менен найзағай күтіледі. Солтүстікте 9-10 қыркүйекте, солтүстік батыста 9 және 11 қыркүйекте, шығыста 10-11 қыркүйекте республиканың оңтүстік шығысы менен орталығында қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл, жел болады. Республиканың көптеген аумағында жел күшейеді. Солтүстік батысында, солтүстікте, шығыста, орталықта түнгі және де таңғы уақытта тұман түседі. Елдің оңтүстігінде шаңды дауыл күтіледі. Температуралық фон бойынша төмендеу болжануда. Батыста түнде +5, +16, күндізі +18, +25 градус. Солтүстік батыста түнде +1, +11, топырақ бетіндегі -2 градус үсік. Күндізі +8, +16, оңтүстігінде +23 градусқа дейін. Солтүстікте түнде +5, +10 градус, күндізі +9, +15 градус. Орталықта түнде 5-13, күндізі 13-21 градус ыстық. Шығыста түнде 3-11, күндізі 10-20 градус ыстық. Оңтүстікте түнде 10-20 градус, күндізі 23-33 градус. Елдің оңтүстік батысы менен оңтүстік шығысында температуралық фондың айтарлықтай өзгерістер күтілмейді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатты болыңыздар.